Сәлем, YouTube әлемім, қалайсыздар? Бүгін шайға өте дәмді блины жасадым. Ол үшін холодильнигіңізде ашып, бұршып, срогі өтіп тұрған, лақтыруға қимай жүрген айраныңыз болса, мұздай күйінде құйып, оған жарты шай қасық ас содасын салып 1 минутқа қалдырасыз. Сол кезде осылай көпіршіктене бастайды. Оның үстіне 2 жұмыртқаңызды салып, тағы да венчикпен жақсылап араластыратын боламыз. Одан кейін қажет мөлшердегі ұнымызды, қантымызды саламыз. Қантты мен 4-5 ас қасықтай салдым, 5 ас қасық салдым. Сіз шамаңызға қарай, татымына қарай салсаңыз болады. Үстіне кішкене ванилинімізді салдым, өте дәмді болып шығуы үшін. Жақсылатып араластырамыз. Ал ұнымызды 250 грамм етіп өлшеп қойдым. Оны бірден салып жіберемізді, тағы да араластырамыз. Осы кезде араластырғанда қиындау болады, ауырлау болады, бірақ та үстіне ыстық қайнап тұрған суды міндетті түрде құямыз. Содан кейін тағы да араластырғанда ыңғайсыздау болады. Араластырып келе, түйіршіктері әбден ерігенше дейін жақсылатып араластырып аламыз, сұп-сұйық етіп. Одан кейін 3 ас қасық сұйық майымызды құятын боламыз. Осымен біздің сұйықтығымыз, біздің массамыз дайын болды. Барлығын араластырып боламыз. Мінекей біздің массамыз осындай деңгейде болып шықты, сұйықтығы осындай болады. Егер де бұдан да сұйықтау қылғыңыз келсе, 370 грамм ыстық су құятын боласыздар. Мен 350 грамм етіп құйдым. Қызып тұрған табада екі жағын аунатып пісіріп аламыз. Табаңыз міндетті түрде жабыспайтындай жақсы болуы қажет. Мен бір-ақ рет май жағып басында, содан кейін майды мүлдем жақпаймын. Ешқандай жабыспай, ешқандай қиындықсыз күшті болып піседі. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен әрдайым осы рецептпен жасаймын. Айраным да босқа қалмайды үйде. Және де өте дәмді болып шығады, ажурный болып. Жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз.